Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен айран қосылған құймақ пісіру рецептімен бөлісемін. Қолайлы әрі тез жасалатын рецепттің бірі. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 70 грамм қант, 500 грамм жылы айран, айранды микротолқынды пешке жылытып алдым, 300 грамм ұн, 50 грамм сұйық май және жарты қасық ас содасы қажет. 3 жұмыртқаны ыдысқа салып, үстінен қантты салып, қантты ергенше жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы айранды құйып араластырамыз. Майды құйып араластырамыз. Біртіндеп ұнды салып отырып араластырамыз. Ең соңында ас содасын саламыз. Ас содасы қосылғаннан кейін массамыз көпіреді. Соның нәтижесінде құймақтарымыз көтеріліп піседі. Табамызды қыздырып, үстінен массаны құйып шығамыз. Құймақты орташа отта пісіреміз. Бір беті піскен соң, екінші бетіне аударамыз. Барлық құймақтарды дәл осылай пісіріп аламыз. Құймақтың үстіне көпіршіктер пайда болған кезінде екінші жағына ауыстырамыз. Құймақтарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.